Құрметті жиынға қатысушылар, дәрігерлер, медицина саласының қызметкерлері, бүгінгі таңда қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі бұл интернет алаяқтық қылмыстар болып табылады. Интернет, ұялы байланыс, онлайн сауда және мобильді банкинг сияқты заманауи технологиялардың күнделікті өмірге кеңінен енуіне байланысты алаяқтардың әрекет ету тәсілдері де көбейіп жиілей түсуде. Кибергигиенаны қалыптастыру тәсілдерін түсіндіру болып табылады. Қайырлы күн. Негізі енді мен атынан ақша алмады, оған жеткен жоқ, бірақ та жаңағы бірнеше телефон арқылы қоңырау шалған. Бірақ бұл біздің құзырымызда емес, қылмыстық іс қозғалмаған соң сот орындаушылары айналысқан соң мұндай материалдар берді. Олар неисполнение решения суда деген статья бар. Сонымен жүргізсеңіз болады 6 айдан асқан соң. Бүгінгі таңда интернет дегеніміз ол біздің өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Бұл интернет арқылы жұмыс істейміз, білім аламыз, қаржылық операциялар жасаймыз. Алайда осы мүмкіндіктерге жатыр қауіптер де көбейіп отыр. Солардың ішінде ең қауіптісі ол интернет алаяқтық болып табылады. Интернет алаяқтық дегеніміз не? Ол адамдарды алдау арқылы олардың ақшасын немесе жеке мәліметтерін заңсыз иемдену. Біздің сотруднигі жаңағы вроде бы бірге көрді, бірге істеді, и сообщение келеді. Ауруханаға түстім, ақша керек. Ой, құдайда қоям, жаңаған ол кісіні көріп едім, қалай ақша сұрап? Содан кейін қайтадан жұмысқа оралдым. Жаңағы сөйтсем ол кісі айтады, менің телефонымды жаңағы мошенниктер взломали дейді, сол үшін